Саламатсыздар ма балалар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ 9-шы параграф. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық музыкалық драма театры. Бірінші мәтінді түсініп оқып, стилін анықтаңдар. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық музыкалық драма театры 1991 жылы Ғабит Мүсіреповтің Ақан сері Ақтоқты трагедиясымен ашылған. Театрдың ұйымдастырушысы, көркемдік жетекшісі әрі бас режиссері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жақып Омаров болды. Алғашқы қойылымды да өзі сахналады. Театр өзінің алғашқы жүлдесін 1996 жылы Уфа қаласында түркі тілде фестивалінде алды. Онда Құсайыновтың Алдаркөсе музыкалық комедиясы лауреат атанды. 1996 жылы театрға КСРО халық әртісі, КСРО мемлекеттік сыйлығының иегері Қалибек Қуанышбаевтың есімі берілді. 2011 жылы 14 желтоқсанда театр ұжымына мемлекеттік академиялық театр мәртебесі берілді. Театр көптеген жетістікке қол жеткізді. 2010 жылы қаңтар айында Тегеран қаласында өткен халықаралық театр фестивалінде Мұхтар Әуезовтің Қаракөз драмасы үздік деп танылды. 2014 жылы 5-ші орталық Азия мемлекеттерінің халықаралық театр фестиваліне Ануидің жалын жұтқан Жанна д'Арк драмасымен қатысып, бас жүлдені иеленді. 2015 жылы Өскемен қаласында өткен 23-ші республикалық театрлар фестиваліне Ижовтың Бұлбұлдар түні пьесасының негізінде сахналанған Тыраулап ұшқан тырналар атты лирикалық драмасымен қатысып, үздік режиссерлік шешім номинациясына ие болды. Енді осы мәтінге сұрақтары: Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық музыкалық драма театры қай жылы қандай қойылыммен ашылды? Театрдың жетістіктері туралы қандай мәлімет білесіңдер? Өзара ой бөлісіңдер. Мәтіннен театрға қатысты терминдерді анықтаңдар. Бірінші, бұл мәтін публицистикалық стильде жазылған. Бірінші, Қалибек Қуанышбаев Қазақ мемлекеттік академиялық музыкалық драма театры 1991 жылғы Мүсіреповтің Ақан сері Ақтоқты трагедиясымен ашылған. Театр көптеген жетістікке қол жеткізді. Екінші, 2010 жылы қаңтар айында Тегеран қаласында өткен халықаралық театр фестивалінде Мұхтар Әуезовтің Қаракөз драмасымен үздік деп танылды. 2014 жылы 5-ші орталық Азия мемлекеттерінің халықаралық театр фестиваліне Ануидің жалын жұтқан Жанна д'Арк драмасымен қатысып, бас жүлдені иеленді. 2015 жылы Өскемен қаласында өткен 23-ші республикалық театрлар фестиваліне Ижовтың Бұлбұлдар түні пьесасының негізінде сахналанған Тыраулап ұшқан тырналар атты лирикалық драмасымен қатысып, үздік режиссерлік шешім номинациясына ие болды. Үшінші, термин сөздер: трагедия, бас режиссер, қойылым, сахна, фестиваль, драма, лирикалық драма номинация. Бүгінгі сабағымыз жергілікті диалект сөздер деп тілде жалпы халықтық сипат алмаған, белгілі бір жерде ғана қолданылатын сөздерді айтамыз. Диалект сөздер деп. Мысалы, сіріңке, кеуірт, күкірт, шырпы, оттық, ши, шақпақ, шылапшын, желеген, жам, кірлен, шылаушын, күрке, балағаш, балаған, шайла. Жергілікті сөздердің шағын аймақты ғана қамтитын бөлігі жергілікті сөйленіс говор деп аталады. Мәселен, Қазақстан жағдайында жергілікті диалект сөз 2-3 облыс көлемінде жерді қамтыса, жергілікті сөйленіс говор бір облысты ғана немесе 2-3 аудан көлемінде жерді қамтиды. Яғни диалект сөздер дегеніміз әр облыстың өзіндік сөйлейтін сөздері бар, соны айтады екенбіз. Екінші, берілген сөздерді бағандарға бөліңдер. Ауқат: неологизм, термин сөз, диалект сөз, кәсіби сөз. Ауқат: диалект сөз, желі неологизм, алым неологизм, қармақ кәсіби сөз, несие термин сөз, бәдірен диалект сөз, фонетика термин сөз, сүргі кәсіби сөз. Үшінші тапсырма: төмендегі пікірлерді қос жазба күнделігін толтыру арқылы түсіндіріңдер. Пікірлер: түсіндірме. Санасы бос адамның алдында ойнағанша, бос орындықтың алдында ойнаған жақсы. Театр дайын драматургияны қойып беру емес, ондағы оқиғалардың неге олай болғаны жайында ойландыру. Пікір: санасы бос адамның алдында ойнағанша, бос орындықтың алдында ойнаған жақсы. Түсіндірме: санасы бос адамға қанша түсіндірсең де бәрібір ештеңе түсінбейді, тіпті түсінгісі де келмейді. Театр дайын драматургияны қойып беру емес, ондағы оқиғалардың неге олай болғаны жайында ойландыру. Түсіндірме: театрға тек көрініс көруге ғана емес, сол көріністің өмірлік мәнін түсіне білу керек. Театр актерлары көрініс арқылы адамдарды шабыттандырады. Осы арқылы өмірдің мәнін түсінуге болады.
Төртінші тапсырма: артық болмас білгеннің айдарындағы мәтінді негізге ала отырып, төмендегі екі пікірдің бірін жақтап ой толқы өткізіңдер. Жергілікті диалект сөздерді қолдану дұрыс емес деп санаймын. Әдеби тіл нормаларын сақтап сөйлеу керек. Екінші, жергілікті диалект сөздерді қолданудың еш оғаштығы жоқ. Бұл сөздерде тіліміздің бай екенін көрсетеді. Менің ойымша, жергілікті сөздерді қолдану дұрыс емес. Біз әдеби тіл нормаларын сақтап сөйлеуіміз қажет. Егер диалект сөздерді қолданатын болсақ, біздің әдеби сөздеріміз қолданыстан шығып, тіліміз өз ерекшелігін жоғалтады. Бесінші тапсырма: ғаламтор мен қосымша әдебиеттерден театр туралы ақпараттарды жинап, емле ережелеріне сүйеніп редакциялаңдар. Сілтемесін көрсетіңдер. Театр заттардың, құбылыстардың мәнін сөз, музыка, қимыл, би және мимика арқылы бейнелеуге негізделген өнер түрі. Осындай қойылымдар өтетін орынды театр деп атайды. Әлемдегі алғашқы театрлар антика дәуірінде пайда болды. Содан кейін сатирлар деп аталатын қорлар ауыл шаруашылық құдайы Дионискийге арналған әндер айтты. Алғашында тек екі ғана пьеса жанры болған: трагедия мен комедия. Олар көбінесе мифологиялық немесе тарихи тақырыптарда жазылған. Барлық рөлдерді ер адамдар ойнайды. Осымен сабағым аяқталды. Балалар, сабағым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңа жіберуді ұмытпаңыздар.